Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге CapCut'та кітап сияқты ашылатын видео жасауды үйретемін. Ол үшін галереядағы фотоларды CapCut'қа жүктеп аламыз. Мен жүктеп қойғам, былай жүктеледі, фотоға кіресіз де. Мына фотоның бәрін жүктеп алдым. Менде 16 фото. Міне 16 фото былай қатар-қатар түседі. Барлығының форматы бірдей болу керек. Формат деген размер. Размер мына жерде көрсетіледі, міне формат. Өзінің размерін қалдырдым. 9:16 стористің форматы, 16:9 ютубтың форматы, 1:1 инстаграмның форматы. Осылай жасайсыздар. Мен өзім мына суретімнің размерін алам, оригинал размерін. Міне мынаны бәрін бүйтіп алдық. Енді мына екі суреттің ортасында міне байланыс тұр. Соны басамыз. Басамыз да сонда мынандай не ашылады сіздерде. Міне основной, камера, эффект. Мына слайд дегенге басамыз. Слайд дегенге басқан кезде былай жылжытсақ перелистывание деген шығады, мінекей. Енді біз бұның размерін былай қоямыз. Былай істесек, мысалы үшін өте жай ашылады. Былай істесек, өте жылдам ашылады. Міне. Мен шамамен 1,5. Шамамен 1-ге қойып көрейін. Бір аздық етеді. 1,5-ға қойсам да болады, міне. Сонда жай ашылады. Минут ко всем дегенді. Сонда барлық неге бірден қойылады. Галочканы басамыз, мінекей, көрдіңіздер ме? Мына жердегі байланыстың бәріне сол эффект қолданылды. Енді былай қойған кезде бұл кітап тәрізді ашылып отырады, міне. Кезек-кезегімен. Енді мен бұған музыка тауып қойғам. Әуен. Ол үшін звукқа басам да, извлечено деп басам. Мен жаңа TikTok'тан бір музыканы алғам. Соның музыкасын қоямыз, жастар рухы деген. Міне осылай, тамаша, иә? Ең соңғы неге былай қоямыз да, мына музыкасын алып тастайтын боламыз, артығын. Разделить деген тұр, мынаны удалить ете саламыз. Мына соңғы концовкасында удалить етесіздер. Сонда міне, мынау қалат үстінде стрелканы басқан кезде бұл біздің галереямызға жүктелетін болады. Кітап форматындағы видео осылай.